Жапон ертегісі. Шелек киген қыз. Сонау ерте заманда бір ерлі зайыптылар тату-тәтті жұпыны ғана өмір сүріпті. Олардың тұрмыс тіршілігінің кем-кетігін кішкентай сүйкімді сұлу қыздары толтырып өң беріп тұрғандай болады екен. Ол қыздарын көрген кісі тоқтап, таңырқап сүйсіне бір қарамай кете алмайды екен. Бұл отбасының қалыпты өмірі ұзаққа бармапты. Қыздары толық бойжетпей жатып, әкесі дүние салыпты. Көп кешікпей шешесі де төсек тартып жатып қалады. Апырай, мен олай-бұлай бола қалсам, қызымның күні не болар екен? Сұлулық сүйкімділігі өз басына сор болып жабыспаса жарар еді, деп мазасызданыпты шешесі. Күнен күнге ауру меңдеп бара жатқанын аңғарған ана, бір күні қызын қасына шақырып, көңілдегі күдігін айтады. Сенің өңіңнің әдемілігіне сұқтанып қарайтындар көп. Біреу-міреудің көзі тиіп, сөзі өтіп жүрмесін. Деп бір шағын шелекті алдырып, қызының бетін жартылай жасыратындай етіп, нығыздап кигізеді де. Енді маған осы шелекті басымнан өмірлік дос тапқанша алмаймын деп ант ет, әйтпесе бір пәлеге ұшырап қаласың, депті. Қызы ант еткен соң, шешесінің көңілі жайланып, табанда көз жұмыпты. Сөйтіп, қаршадай қыз жарық дүниеде жалғыз қалыпты. Бар адамдарға жалданып, өз күнін өзі көріпті. Шелегін де басынан алмай, әртүрлі жұмыстарды үн-түнсіз, ренішсіз атқарып жүре беріпті. Басындағы шелегінің жөнін сұраған кісілерге шешесінің үйретуі бойынша түрім сыйықсыз. Көргендерді шошытпау үшін шешем осылай кигізіп қойған, деп жауап беретін болыпты. Бұған көзі үйренген жұрт оны шелек киген қыз деп атап, жаман шелектің астында айдай сұлу ару өсіп келе жатқанын ешкімнің ойына келе қоймапты. Күндердің күнінде шелек киген қыз үй жұмысын атқарып жүрген помещиктің үлкен ұлы орталықтан оралады. Шелек киген қызды қызық көріп, жүріс-тұрыс, мінез-құлқын бақылайды. Бір күні әлде қалай тегіне толы мөлдір суға үңіле қараған қызды ту сыртынан келіп, білдірмей бақылаған жігіт оның суға түскен бейнесін байқап қалады. Ел айтқандай сыйықсыз емес, сүйкімді, сұлу екеніне көзі жеткендей болады. Помещиктің ұлы шелек киген қызды алам деп әке-шешесіне әлек салады. Бірақ ата-анасы ұлының бұл ұсынысынан бас тартып, ат-тондарын ала қашыпты. Жігіт олардың жаратқан-жаратпағанына қарамай, қайтсем де осы қызға үйленем деп бекінеді. Шелек киген қыз жігіттің бұл ұсынысына іштей қарсылық көрсетпегенімен, мырза мен бәйбішенің өзін отбасына қабылдағысы келмейтіндіктерін білгенде қатты жәбірленіп, әрі-сәрі күй кешеді. Бір күні түнде, қарағым, балам, тартынбай осы жігіттің қолынан ұста, деген шешесінің сөзін естіп, көзін ашса төсек екен. Шелек киген қыз төсегінен көңілдене тұрып, жігітке келісімін беруге бекиді. Бұл жаңалықтан хабар алысымен жігіт той қамына кіріседі. Қыздың келісімімен шелекті басынан алмақ болған әрекеттерінен еш нәрсе шықпапты. Осы шелек басында тұрса да, бәрібір бұл қызды мен сүйемін, деп тойды жасай беруге жарлық береді. Жігіттің осы шешімін күтіп тұрғандай, қыздың басындағы шелек тарс етіп жарылып, жан-жаққа пытырап түседі. Шелектің әр бөлшегі алтын, күміс жақұттарға айналады. Бұл ғажап құбылысты шешесінің қыз тойына тарту еткен жасауындай қабылдап, жігіттің ата-аналары бас болып,
Дүйім жұрт екі жастың тойын думандатып, есте қаларлықтай қызықты етіп өткізіпті. Сөйтіп, олар балалы шағалы болып, бақытты шат өмір кешіпті.